Армысыздар, өнегесі мен өресі биік болған, баласы аттан түспеген қазыналы қазақ елі. Бүгін сіздердің назарларыңызға ертеңіңді ойласаң темекіге жолама, халықаралық шылымқорлықтан бас тарту күніне орай ұйымдастырылған онлайн ақпаратымызды ұсынамыз. Қабыл алыңыздар. Жалпы шылым шегу деген кейбір жастарға сән ретінде көрінгенмен, оның зияны адам денсаулығына, өміріне деген залалы өте көп екенін біреу білсе, біреу біле бермейді. Бұл пікірімізді, бұл ойымызды біз ғана емес, дүниежүзілік ғалымдар, ұйымдар дәлелдеп отыр. Жылына 7 миллионнан астам адам осы темекіден болып өмірден озады екен. Кейбіреуі жасөспірімдер қызығушылықпен алғаш темекі шегемдеп түтініне қақалып, ал біреуі сол темекіден болған аурулардың кесірінен көз жұмады екен. Бұл темекі адамның көптеген ағзаларына зиян келтіреді. Өкпе, бауыр, жүрек қан тамырларына да зиян келтіріп, адамның жүрегі мен өкпесін улап, адамның өмірін қысқартып, өзіне тәуелді қыла береді екен. Адам өзіне темекіге тәуелді болған сайын, оны қоя алмай күннен күнге шеге береді, сөйтіп адамның өкпесінің өзі темекінің түтініндей бірге азайып, бірге жоғалып кетеді екен. Сондықтан жастар қауымы қызбалыққа салынбай, өзгеге еліктеп, мен де шылым шегем демей ойлану керек. Бұл темекі шылым шекпеудің алдын алу жолдары қалай десеңіздер, бұның бір алдын алу жолдары бұл спорттық. Дені саудың жаны сау дейді қазақ. Деніміз сау болса, жанымыз сау болады, басымыз аман болады, бауырымыз бүтін болады. Сондықтан біз өзіміз ғана емес, жалпы ұлтымыз дені сау ұлт болу үшін темекі, арақ деген нәрселерден аулақ болуымыз керек. Барынша ұлттық болмысымыздан айнымай, ат ойындарына, спортқа әуестеніп, тек қана қазақтың қымыз шұбатына таңсық үйір болсақ, сонда ғана біз осы темекіден, шылым шегуден келетін зияндардың алдын алған болатын едік. Бұл көрсеткіштер адамның жан шошырлық. Жыл сайын 7 миллионнан астам адам осы темекіден көз жұмып жату деген, бұл енді адам айтса сенбейтіндей сондай қиын жағдай. Сондықтан жастар қауымы, құрметті ағайын, баршаларыңызды осы шылым шегуден аулақ болуға шақырамыз. Жанымыз таза, ауыр жүрегіміз бүтін, өкпемізді түтінге уламай, жүрегімізді тек қана жұртымыз деп соқтырайық. Өресі биік елдің қазынасын қорғайтын, ел мен жерін қорғайтын білекті жүректі ұлдарымыз көбейе берсін. Темекінің түтінін ұшырғанша әрбіріміз өз отанымыздың түтінін түзуге ұшырайық. Назарларыңызға рахмет. Басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын.